Ассалаумағалейкум, мен бүгін сізге осындай керемет дәмді панкейктердің рецептімен бөліскім келеді. Рецепті соңына дейін қарап, подписка жасауды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге 200 мг айран қажет болады. Айранды өлшеу үшін осындай кружка алсаңыз болады. Айранға жарты шай қасық сода қосып 5 минутқа қалдырамыз. Басқа ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз және де оған үлкен 4 қасықпен шекер салып аламыз. Енді осы массамызды ағарғанша әбден миксермен немесе блендермен араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей болып аппақ болып шығуы керек. Және де біздің араластырған айранымыз бен содамыз видеодағыдай болып көпіршіп тұру керек. Енді осы айранымызға араластырып алған жұмыртқамыз бен шекерімізді саламыз. Кішкене ванилин қосамыз. Разрыхитель қосамыз және де 2 ас қасық сұйық май қосамыз да осының барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір шай кесе ұн алып, қатты толтырмаймыз. Ұнымызды 2-ге бөліп салып араластырамыз. Біркелкі массы болғанға дейін. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болуы керек. Табамызды отқа қойып қыздырып аламыз. Май жақпаймыз. Панкейктерімізді міндетті түрде майсыз пісіретін боламыз. Тестаны табамызға құйып, жай отта пісіреміз. Панкейктің тестісі орташа сұйықтықта болатын болса, дөңгелек және әдемі болып шығады. Сондықтан да панкейктеріңіздің тестісі қатты қоюланып кетпеуіне аса мән беріңіз. Панкейктеріміздің беті видеодағыдай болып көпірши бастаған кезде екінші бетіне аударып, екінші бетін тағы да жай отта пісіріп аламыз. Дәл осы рецептімен мен орташа 30 штук панкейк пісіріп шықтым. Осы рецептпен сіз де панкейк жасап көріңіз. Өте дәмді, жұмсақ, отбасыңыздағыларға да ұнарына сенімдімін. Рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де осындай қызықты, өте дәмді әрі оңай рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма подписка жасап алыңыз. Ас болсын!